Sinus x үлкен A болса, енді бұл A 1 мен минус 1 арасында болу шарт. Егер бірден үлкен болса, бұл суық болады. Мысалы үшін sinus x үлкен 2 деп ойлап қойып, мына жағында sinus x үлкен 2 деген бұл суық өтті. Sinus x 2 үлкен болады. Бірақ минус 2 болса, бұл шексіздік болады. X сәр болады. Минус 2 үлкен болады. Sinus x минус 2 үлкен болады ғой. Sorular oynanan sakması. Yani yaxşı. Şimdi biz sinus buna göçü. A deginsan ne yerdeki kırsan? Minus bölümünün birden ortasından kırsan. Solar үлкен dese ne yapı koyarız? Mına gradustan mına gradusқа шекені қабыл ету керек екен деп түсінеміз. Яғни мына жоғарыдағы мәністерді қабыл ету үшін ол мына градустан мына градус қабыл ету керек. Түсінікті? Мысал үшін, sinus x 2-ден 1-ден үлкен болсын. Шеңбер сынасақ. Sinus 2-ден 1-ден үлкен болу үшін, 2-ден 1 деген мәнісінде еді ғой. Сода үлкен болу үшін ол, мына 30 градус пенен 150 градус арасындағы градусқа қабыл ету керек. Сонда ғана ол оның мәнісі 2-ден 1-ден кетеді. Түсінікті? Енді бірақ бұл шеңберді. Тек 30 градустан 150 градус емес, ол бір айналып келсе де болады. Bir aylanıp kelse 390 менен мына жерде 390 510 шегендікте айланып жүреді. Оның несі болып. Соның үшін оның һәмме аралығын деп мысалы үшін 30-дан 150-ге шеген. 390-нан 510-ға шеген деп жазып отыра білмейсің ғой, көп болды. Шеңбер айлана береді дұрыс. Соның үшін дәуір болу керек. Sonuç dövür boyutları y деген dövür boyutları. Yani x bizde teng varımız, teng жол. X bizde fi bölü 6'dan 5 fi bölü 6'dan şekem 30'dan 120'ye şekem. Dövür y kare alınsa. Түсінесіз ба? Мынау жауап болады бізде. Косинусты көп жазсаңыз болады. Қарасаңыз былай жазсаңыз болады. X тиесілі fi bölü 6 плюс y кare 5 fi bölü 6 плюс y kare şeklinde. Түсінесіз ба? Деп жазсаңыз болады. Түсінесіз ба? Eksi. Aynı bir gradus'ta ne gradus'ta şekilde айтатын екенсіз. Мынадан сіз sinus a дейтін болса, мынаны минус a минус fi минус a sinus a дейсіздер. Неге? 30 болады жасаса, мынау 180-ден аласың да 30. 150 шықпай ма? Демек, бұны формуласы базында жазатын болсақ, x-ті бұның жауабы arc sinus a-дан дәуір едікпе емес пе? Fi minus arc sinus a şeklinde ayırtabiliriz. Formulasını artık yazıp tasarruf şart емес. Buna hesapta bir qarasаңыз, бұл басқа hesaplarым сондай болып кете береді. Енді кіші жағдай. Sinus x kişi bolsa şеңбер сылай sinus мына көші a деген бұдан. Одан кіші болса не яғын болады? Төмен болады. Онда енді қайтеміз. Біздер онда мына градустан басып, мына градусқа шегенінің мәнісі қабыл ету керек ол. Сол градусқа қабыл етсе, оның мәнісі мына a деген саннан төменде шығады. Мысалы үшін жаңағы sinus x кішіді 2-ден 1-де істеген. 2-ден 1-де істеген. Сонда қандай болады? 2-ден 1 мұнда одан кіші десе, демек мына градустан мына градусқа шекен. Яғни 120-де нешеге шекен болады? 30-ға шекен. Тоқат еді? 390-ға шекен болады. 120-ден 30-ға шекен болмай, енді 390-ға шекен болады. Себебі 120-дің алында 180, 270, 360 кеп қайта 30 оқымайды. 390 болады. Түсінді ба? Демек, бұл теңсіздіктің жауабы не болады екен? 150 5 fi bölü 6'dan 390 деген 13 fi bölü 6 plus y kare şeklinde.
Tushundingizmi? Shunday tengi bar bo'lsa, tushundingizmi? Sonra buna koluna uzatın olsa x fi minus aksiyonsa özürümde yani. Sonra aksiyonsa orada bir fi var. Bunun kalması indi y fi plus var. Buraya tigindeki aksiyonsa oldu. Tushundingizmi? Y fi plus inga. Evet, şunday bizde qanday tengsizlik chekish deb qo'ymaydi. Boshqa bizda tengsizlik chekish emas, mana bir araliqdagi shishimni topib qo'yadi. Misol uchun tengsizlik beradi, sana shunday 8 kishi yakten 21 degan tengsizlik berdi. Endi menga 0 bilan 2 araliqdagi shishimni topib ber deydi. Sen ne qilishing kerak? Buna tengsizlikni buna araliqqa qo'yib, ikki bir nega sizmag'i sizib, kesishtiring kerak. Bunda javob qalay bo'ladi? Shishimida araliq bo'ladi, biroq mana 2 ga davr bo'lmaydi ular. Davr bo'lmaydi. 21dan kishi degan nima bor? Nima qo'yadi? To'g'rimi? Endi sen bunani 0 bilan 2 fi desa, qo'shtirib boshlang kerak. 0 dan boshlaysan, 0 dan boshlab oldin nechaga kelgan bana olsang, 30 ga kelgan. 0 dan 30 ga kelgan, ne 30. Birinchi aralığın, keyingi aralığın masalan özürlüğünden resmi bir ortadan iki başlaydı. Ortasına iki aralık verildi. Sınıf var? Nölden baslanmış. Nölden baslandı. Öyle şundan tutup basınç alıp boyayınca hiç mi? Bir boyayınca ne? Geldi mi? Ne yapacak da olur? Sınıf var? Nereden basıp boyayıp basıysın? Şimdi nerede totak olasın? Sınıf var? Eğer 0'dan 2'ye karşı gelmemiz, 0'dan 4'ye karşı gelmem degende ne? To'xtamaydi. Boradi degende hechkimi. 390 da to'xtaydi. Keyin nerede jana buna 510 gradus bo'lganda 510 dan 720 ga chiqadi. 4 ga degan 720 emas mayli. Olasiz. Bu vaqtlar 2 ga degan zot bo'lmaydi. Tushundingmi? San araliqda shishma deb so'rash mumkin. Misol uchun C6 ulkan 2dan 1 degan tengsizlikni 0 bilan 2 aralığındagi shishimni nimani o'zgartirasiz? 0 bilan 2 aralığındagi shishimi просто o'zidan buzilib ishgan deysiz bo'ldi. Tushundingizmi? 0 bilan 2 aralığındagi shishimi o'zidan buzilib ishgan. Nima deysizmi? Onun 2 kalori bo'lmaydi. Tushundingizmi? Siz tek bir aralığındagi shishimni so'rayapsiz. Al 0 bilan 2 emas, fi bilan 2 aralığındagi shishimni desa bo'z ko'plik deysiz. Fi'den 2 ga kelgan shishim yo'qmi? To'g'rimi? O'ta bo'z ko'plik. So'shin so'rov sizlarga. Fi bo'lib 2dan nima? Necha fi bo'lib? Shu 5 fi bo'lib. 5 fi bo'lib 2 kelgan desada, bir aydan 90 dan boshlanib 420 ga to'g'ri kerak. 90 dan 120 ga kelgan deb bir aydasan, kelsa 360 30 endi 30 bo'lmaydi, endi 390 bo'ladi. 390 dan 420 ga kelgan deb aytasan. Tushundingmi? 90 dan 420 ga kelgan araliqdagi shishimni aytdi. So aralıqda o'zim yulduzimga sonra kirgan joylarni alib ketdi. Tushundingizmi? Shunday sonra o'ylagan mumkin. Yaxshi. Endi qo'shimcha qo'ydik. Qo'shimcha x kishi, ya'ni ulkan. Qo'shimcha x ulkan bo'lsa, mana bu shunday qo'shimcha. Ne a bo'lsin. Adam ulkan desa, mana narsa qabul qiladi demak, o buna gradusdan na gradus aşağı gelmiş gradusuna kabul ediyor. Şu gradusuna kabul etse, o mühendisi A'dan insan çıkar. Misalını yazayım ben işe. Demek, kosinüs x ülken koreş bölümü 2 olsun. Koreş bölümü 2 olsun. Demek, ne? Koreş bölümü degen neydi eksen emas mı? Sonra ülkencesi demek, buna gradusuna na gradus. Buna gradus 315. 315 dedim ama onun altında ne yapayım? 45 olsa 405 bo'lib qoladi. Qo'laysizda, uchi minus 45 bilan
45 тип едік сен? Дұрыс па? 315 десең 405-ке кетіп қала жатсаң. Мына градусын минус 45-ке жегім деген шанс. Демек, бұның жауабы не деп болады екен? Минус пи бөлу 4 плюс екфикадан пи бөлу 4 плюс екфикадан шеген деп жауап береді екенбіз. Демек, мынаны минус арт косинус а плюс арт косинус аға шеген деп жауап береді. Соның кішісі косинус x кіші а болса, шеңбері сызатын болса, мынау косинус. Демек, мына аяқты алу керек. Демек, ол мына градустан мына градусқа шейін алу керек. Сонда қандай болады? Мынау арт косинус қой. Мынау енді минус арт косинус болмайды да. Жаңа сен айтқаның болады. 315 болады. 45-тен 315-ке шейін деп айтасың. 315-тен де сөйтіп келістіріп айтатын болсақ, онда 2 минус арт косинус. 315, 360, 45 деген де болады. Түсіндің бе? Арт косинус адан екідан екі минус арт косинус аға шеккен. Плюс ане енді таңыз таңыз олардың шерегі несі жоқ, көшері жоқ. Қандай болады? Таңыз x-тікі а болса. Үлкен десе бұл жоғарға жүреді екен. Бұның көшері жоқ болған үшін таңыз x өз сілерге беретін таңыз x үлкен 1, таңыз x үлкен корен 3, таңыз үлкен корен 3 бөлік 3, яғни 1 бөлік корен 3 деген заттар береді. Бар градусқа береді. Сонда таңыз x үлкен 1 деп қойсын мысал үшін. Сонда недегі градусын аласыздар? Ал таңыз а депті. Үлкен десе жоғарғы жүресіздер. Бірақ 90-ға шекет жүресіздер. Себебі қарай, таңыз жоғарғы көтерілген сайын өседі. Таңыз 30-да неше? 1 бөлік көрен 3. 45-те 1. 1 бөлік көрен 3, 1 кейінсіп 60-та көрен 3. Жоғарғы көтерілген сайын өсіп жатыр ма? Демек жоғарғы жүру керек, үлкен болу. Бірақ мынағына өтіп кетпейді. 90-да біріншілерін мән сал етмейді, сондықтан 90-ға шейін болады. Ар жағынан өтсе, уже екінші шеректе уже теріс болады. Бірақ оны мынандай қылып жазу керек. Мынаны мынаға симметричный көшіру керек. Себебі бірінші һәм үшінші шеректегі болатын уақытлар бірдей болады. Өйткені фика болған үшін. Яғни бірінші шерегі мол, үшінші шерегі мол болған үшін. Сонда сен мына елді аласың аралықты жуап етіне. Демек жуап арк таңыз адан фика деген нөмір болады. Фи бөлу 2-ге шеккен дейді. Фи бөлу 2 фика болады. Ол жуап арк таңыз адан фи бөлу 2-ге шеккен болды. Түсіндің бе? Фика деген ол енді айлана береді деген зат. Түсіндірдің ме? Мына 2 фика деген дейді. Фика десе уже на елге түседі ғой. Түсіндің бе? Мысалға таңыз 2 үлкен болсын нешеден? Корен 3-тен. Корен 3-тен үлкен болсын. 60 градус екен білмейсің ба? 60 градус дейді. Фи бөлу 3 дейсің. Неғым бұл еседі? Дейсің, неғым бұл еседі? Түсіндің ба? Сен жауабы фи бөлу 3-тен плюс 2 фика. Фи бөлу 3 плюс 2 фикадан басады. Фи бөлу 2 плюс 2 фикаға шекер. 2 фика дедім, фикаға шекер. Түсіндің ба? Сен 2 фика деп айтсаған болады, негізі. Фи бөлу 3 плюс 2 фикадан фи бөлу 2 плюс 2 фикаға шекер. Сөйтіп біргеді, кейін ауыстырмақ 240 плюс 2 фикадан 270 плюс 2 фикаға шекер. Мынаны бөліп айтып қойсаң уақытта. Мынаны айтуға тура келді.
Sen 2K desen qaytadan aylanib keltirib jiberasan, mana yoqqa tashlab ketasan. O'sha mana yoqqa qaytadan aytib o'tiraveradi. Bu fika desang, bu ne yoqdan aytasan. Tushundingizmi? Bir qo'smani 2 araliqda aytib berasan. Tushundingizmi? Sizmada biroq 2 araliq o'tiradi. Endi misol uchun sizga deb aytsalar, 0 men 2 araliqdagi shishimni desang. Aytasiz. Endi sonra fi bölü 3'ten, fi bölü 3'ten, fi bölü 2'ye geçirken, no, 4 fi bölü 3 var. 4 fi bölü 3'ten, 3 fi bölü 2'ye geçirken deyizde bu. Tushundingizmi? Onun işlemi 2K, anamda bölünmeydi. Sen aralıktağı deb atadi. Aylanib kelavermaydi, o cheksiz emas. Tushundingizmi? Al 0 menen 180 desene. Fi bölü 2. Mana aytaysan. O'qirmay. Qiymatayna minus 360'dan 0'ga geçirken desene. Ya minus 360 desene. Fi bölü 2. Transferini aytib, tushunsin hamma. 270'e ne gerek var? Minus 360'dan 0'ga geçirken. Minus 310. 360. 45 'dan Aklına basılsın 270'e. İkayla. Ya burayla. 0'ga geçirken. 60'dan 90 Nedir sağ ne minus 360 ne 0 desek burayla ne alasan minus 360'a geldiğinde aldığında minus 300 çıktı değil mi? Minus 300'de minus 270 geçirken o уже minus 180'e ötüp atsan уже minus 120'a giredi. Minus 120'dan minus 90'a çıktı. Tushundingizmi? Biz barib bo'lib to'xtaysan. Tushundingizmi? Aralıqda ne var? Al endi alg'isizlar Katanginus x kishi bo'lib qo'yib. Katanginus x kishi bo'lib qolsa, bu ясно ne bo'ladi? Jo'xarida emas, endi to'menga yursangmi? Isbat? To'menga yurganda bir qiziqcha ketaverasiz. 0 ga to'xtab o'tirmaysan. Minus 90 ga to'xtaysan. Minus 90 bo'ldi. И bu yerga simmetrik ko'chirasan. Sen vaqtni deb aytasan. Mana minus 90 bo'ladi. Sonda minus 90dan arqaga sağa shekil demak. Fika. Fika dedim ama o'sha mana yoqdan bosib aytayotganim bo'ladi. Suyib bir qiziq ne var? Qadaydi. Agar sizlarda tengi bor bo'lsa, mana kvadratskop bo'ladi-da, biroq mana rayskop bo'ladi. Minus fi bölü 7. Mesela tengi bor bo'lsa kvadratskop o'zar kiradi deganini olasan. Biroq 90 bo'lmay kirmaydi. Tangi 90 da bo'lsa ko'proq qoladi. Mana formulasi. Qanaqa bor qo'ygan? So'tga tushirib olsam? Katanginus x үлкен десе. Katanginus үлкен десе, керісінше төменге жүреді. Себебі жоғары көтерілген сайын оның мәні азаяды. Мысалы үшін Katanginus болса корень 3, 45'те 1, корень 3, 1-ді жоғары көтерілген сайын қайта азаяды. Сол үшін көбейіп төменге түсу керек. Сол үшін Katanginus a десек, үлкен десе төменнің бойы. Бірақ не керек? Katanginus 0-де болса яғни төменесі. И мынаған симметрик көшірсең, төменге қоясың. Демек, бұның жауабы қандай болады? 0-ден Katanginusқа шекенді. 0 жазбайсың да бірақ. Түсіндіңіз ба? Фикадан Katanginus a плюс фикадан шекенді. Түсіндіңіз ба? Мысалы дұрыс дейін. Katanginus x үлкен 2 тең. Неше болсын сұрай. Қайдесеңіз минус айтсаңсан болады. Минус ба? Қашан минус 1 болады ол? 135-те. 135-те. Яғни кімден 135. Үлкен десе, мына қаз жүретмейсің ғой қайта? 0-ге ғана жүретмейсің. Мына бұйытын.
nereye geçeyim? Canlı oturuyor. Söyleyeyim. Ne yaptı? Simetrik koyuyorsun. Simetrik. Normalde nasıl simetrik şey? Sen cevabın kadar mı olabilir? Nölden 130 kişi mi olur? Sınıf var. Böyle cevap. Nölde yazmaydı. Adette fika değil. Nöl plus fika var neydi? Nöl yazmaydı. 135 dese. Şu buldu. Fika değil. Hoppa. Kadar sıra. Sınıf var. Sen nölde işlersen kirmeydi. Kadar yenisi nölde bozuldu. Бірақ теңі бар ма үшін мынаған қадар көп қойса 135-ге. Түсініп па? 135-тің өзі көрді. 8-нешісі? Ката минус 2 кіші ағыз. Кіші десе, ақыл жүреткеміз, жоғарға жүреткеміз, е? Неге кіші кем болды? 180-ге кіші кем болды. Жаңағы мыняғы үлкен болса, мыняғы кіші болады деген. Қазір кіші десе, мыняғы үлкен деген кезде неғым қояды ма? Кіші деген кезде, сонда мыняғым қойын ба? Сонда бұның жауабын сіздер айтып, нөлден нөлге шеген? Оны А дедім ба? Арқатан емес. Айтын? Арқатан емес. Қайтан айтшы? Арқатан емес. Пиға дейін. Дәуірлерін қосайды? Арқатан емес, артымыз фигада. Фигада? Пи плюс фига. Пи плюс фигаға шыққан. Бұл? Фи. Мысал көрейік па? Айтып бір дуэль мысал айтып. Қатаң несі кішірек тең неше болсын? Раушен, сен айтып қайсы? Мәнісі бар болсын. Коренш. Минус па, плюс па? Плюс па, не яғысы? Плюс болса плюс. 30-да болады ол, е? 30-да коренш болады. Үлкен, кіші десе, қақар жоғарға жүреді. 30 градусында кіші десе жоғарға жүресің. Жоғарға жүрмесің, ол кіші дейді. 180-ге жеген барады. 30-дан 30 көреді, пи бөліп алды плюс фикада. Пи плюс фикаға шекен, бірақ ол бәрі жайсы көп. Түсініп па? Сол үшін нөлмен 360 аралықтағы шешімі десе, 30-дан 180-ге шеген дейсіз, и 210-дан 360-ға шеген дейсіз. Түсініп па? Нөлмен 360-ға. Минус 360-дан 0-ге шеген дейсіз. 360-дан. Минус болса. Минус 360-дан. Минус. 180-ге шеген. Минус. 170. Түсіндіңіз ба? Әкең кітаптан мысал көріңіз. Eğer aylık eğer aylık kurban uçuyoruz mu? 5 4 uçuyor ne dedi? Baygamada. Sıfır diyor. Başka yerinize kurban koyalım olmaz mı? Yüzden sonra kendiniz kayıt ne? Asadan sonra ол жыл бір ақшасын не алсын. Сақларың бәрі. Бір синус квадрат минус 5/2 синус. Плюс 1. Шыны. Bunu қайтамыз. Ұлма бөлім берсеген болады, е? Ұлма бөлім бермек, бұны айтып ойлана бар. 2 арым ол. 2 көйтіп 0 істесең, минус көресің. 2 көйтіп 0 берсең 1-ді береді ол. Дұрыс емес пе? Қалай шықпейсің, синус x минус 2.
Kelmedimi betga? Betga keldi, dұрыс емес пе? Болды. Бірінші сәуеді. Мынау қандай теріс? Sin 8-тен 2 алынып. 2 үлкен ғой. Теріс. Көбейме теріс болу үшін ол 10 болу керек, значит. Демек, мынаны сен 10 болу керек деп нөлді үлкен деп істейсің. Демек, sin 8 үлкен не болу керек екен? 0,5 ба? 0,5-ге мына жер емес пе? Сонда үлкен мәнісі қабыл ету үшін ол 30 градустан 120 градусқа шекерге мәнісі градуслар қабыл ету. Демек, жауап не болады? Фи бөлу 6-дан 2 кәлі 10 фи бөлу 6-ға шекерге еседі. Арнасында жауап? Қаншайсың? Бізге 2-ге керек емес? Себебі айтып өтті, 0 мен 2 фи аралық деп. 0 мен 2 фи аралық деп. Сен онда 2 фи жазбайсың. 0 мен 2 фи аралық десе, фи бөлу 6-дан 5 фи бөлу 6-ға шекенде сүйгенін жазып. Түсініп па? Одан кейін 2 фи керек емес. Осы аралықтағы деген. Бар жоқ. Төртінші есепқа қарай. Сонда модуль жоқ деп істей бересіз. Себебі sin x плюс 1-дан 10 сан болды. Sin x-ке 1 қосылған. Төртінші есепте. Модульден өзі шығады да, түсіндің бе? 10 сан болса модульден өзі шығады да, теріс сан болса не себеп жоқ. Бұл 10 сан. Ең кемінде 4 шығады. Бәрібір модульден өзі шығады. Сонымен бір не қылып өтеді, sin x үлкен ярым болып қайтқан. Үлкен 0,5. Sin x үлкен 0,5 деген 0 мен 2 фи десе, қайтадан бәрі фи бөлу 6, 5 бөлу 6-ға жегенде айта бересіңдер. Бұл жауапты бәрібір амал. Түсініңіз ба? 5-ам кеп тұрды, 6-ам кеп тұрды, мынағында 1 амал синус квадрат деп аласыз. 6-да. Дұрыс емес пе? Еңгеменде шештіңіз қандай есеп? Сондай есеп бар. Сол. 15-ші есепте олыма косинус x плюс 2-ні тасып кете бересіз болады. 15-ке қарай. Косинус x плюс 2 қардайым 10 сан ғой. Ол қауысырға қатынаспайды. Ажағында кәдімгі баяғы модульді теңсіздік болып кетеді. 5-тен шақа шығарасыз да модуль болған үшін. Не болса, одан тасып кетсеңіз болады, иә? Дұрыс па? Модуль x минус 5 10 сан ғой, модуль болған үшін. Косинус x плюс 2 10 сан ғой, иә? Демек, x 2-ден кіші болу керек екен, түсініп па? Бірақ фигурный скобкада 5 кіреді, иә? 5 0 тең 10 деген жағдайын қанықтандырады. Сол үшін жауап А. Сөйтіп ойлап кетсең болады деп отыр, 17-ші есепте қайтесіз? 17-ші есепте дәреже позитивтерін яқшы ма? Дәреже позитивтерін. Косинус квадрат x дәреже позитивтіру деген несі? 1 плюс косинус 2x бөлу 2 деген формула бар ғой? Сол формулаға қойып алынды. Түсіндіңіз ба, иә? Жаңағы теманың хашы бар. Мынау азмаз көплеу 53, 54, 56 есеп. Хашта 21 зат есеп. Сол екі тема, екі тапсырма болады. Түсініп па? 71 зат есеп болмай ма? 80 болып кетті ма? Яқшы, 40-қа шекем шығара ғой. Яқшы ма? Біздің 14 есеп.